Мен жалпы фитнесте әйелдер қауымына былай талап қоям. И бір жағынан оларға мотивация болады, и бір жағынан қызығушылықтары артады, және де сол результатқа жұмыс жасайды. Жаңа жылда отырысымызда 8 марттың отырысында біздің ең көп результатқа шыққан, ең көп салмақ тастаған, ең объемды көп тастаған келіншек болсын, қыз болсын. Барлықтарыңызға сәлем. Бұл 1001 кәсіп YouTube арнасы. Бүгін бізде 15-ші шығарылым және қонақта Қазалы ауданындағы Акма фитнес орталығының негізін қалаушы хореограф, фитнес-тренер Ақмарал Советқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Біз енді сұрақты бастамас бұрын ең бірінші өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен есім Ақмарал Советқызы, 1992 жылғымын. Қазіргі таңда бойдақпын. Алдағы уақытта семья құру ойда бар. Мен хореограф болып қазіргі таңда Қорқыт Ата атындағы өнер мектебінде жұмыс жасаймын. Ол жақта 12 жыл болды қазір істеп жатқаныма. Кішкентай балаларды 6 жастан 7 жастан бастап қабылдап, 4 жыл білім беріп, оқушылардың болашақта фигурасына деген сияқты, осанкілерін жөндеуге деген сияқты мағынада, көбісі сондай мағынада береді. Сол үшін қазір таңда сол жақта жұмыс жасаймын мемлекеттік қызметте. Ал фитнес-тренер болғаныма қазір уже 8 жылдай болып қалды. Ол қосымша жұмысым. Өйткені мен өзімнің саламды өте қатты жақсы көремін. Өзім кішкентайымнан билеп, жаңағыдай ізденісте жүргеннен кейін Алматыда оқыдым өзім. Сол Алматыда оқып жүрген кезімде фитнес-клубтарға, женский клубтарға қызығушылығым өте не болды, артты да. Сонымен қосымша сол жақта жұмыс істеп көрейінші деп, сол жақтан бастап тәжірибе алып, ойлана келе, неге біздің Қазалының адамдарында қыз-келіншектерін неге сұлуландырмасқа, неге артық салмағынан арылтпасқа деген сияқты ойлар келді. Сол оймен қазір таңда фитнес аштым, женский клуб. Мен енді қазір Қазалы ауданы бойынша көбінесе Акма деп таниды. Ақмарал деп өзімнің жұмысындағылар, үкіметтің жұмысындағылар танымаса, бойынша Акма деп таниды. Сол үшін Акма фитнес клуб қылып қойған жайым бар. Жаңа Алматыда оқыдым дедіңіз ғой, сол қандай маманда, қандай оқу орнында оқыдыңыз? Мен Алматы мәдени колледжінде оқыдым. Бірінші, сол жақта 3 жыл оқып, хореограф маманы және мәдени ұйымдастырушы мамандығын алып шықтым. Одан кейін сосын Қорқытты бітірдік. Қызылордадағы Қорқыт атындағы университетті бітіріп қосымша. Ол да хореография? Хореография саласы. Менің мамандығым жалпы сол хореограф, би саласы, осындай жаңағыдай спорт саласы деген сияқты. Мен әлі солмен айналысып келе жатырмын. Жақсы. Енді келесі сұрақ, бізде жалпы осы Акма фитнес туралы және осы мемлекеттік қызметіңіз туралы толық айтып өтсеңіз. Жалпы Акма фитнестің ішінде қандай қызмет түрлері бар? Сол туралы қашан ашылды? Бірінші өзімнің мемлекеттік қызметтегі жұмысым туралы айтып өтейін. Ол жақта оқушыларды дайындап, оқушылардың тек қана би үйретіп қана қоймай, үлкен қалаларға апарып, үлкен жетістіктерге жеткізіп, балалардың қызығушылығын дамытып, бос уақыттарын тек қана пустота өткізбей, оқушылардың қызығушылықтарын артып, мен үлкен қалалық жерлерге жарыстарға апарам, конкурстарға. Оқушылар тем Қазалыда билеп жүргеннен гөрі сыртқа шықса өте күшті ашылады балалар. Ол жақта неше түрлі гран-прилерді жеңіп алдық, Турцияға жолдама алдық, Ташкенттерге жолдама алдық. Сондай жетістіктеріміз баршылық. Балалар бізге музыкальный школаға өте көп келеді. Өйткені біз куәлік береміз 4 жыл оқығаннан кейін. Бір жағынан да сапаға жұмыс істейміз. Бізде тек қанандай би ғана үйреніп өтпейді. Классика жанрында да балдардың
шпагат, мостик деген сияқты Гимнастиканы да үйретеді. фундаментін ең бірінші біз қалаймыз. Жаңа әліпбиге А әрпін үйреткен сияқты бізде биге келген кезде ең бірінші позиция дегендер болады. Қолдың, аяқтың, солардың барлығын бір жыл үйретеміз, фундаментін құямыз. Вот сол кезде біз өзіміздің тілмен сөйлейміз. Позициямен сөйлеген кезде балдар уже түсінеді. Түсінеді да, би сол кезде көрінеді. Қимыл сол кезде көрінеді. Сол үшін үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз, шәкірт тәрбиелеп жатырмыз. Мен енді қазір 12 жыл болды ғой, қазір істеп жатқаныма. 12 жылда менің шәкірттерім шүкір қазір оқуды бітіріп, тоже менің саламды бітіріп, бір шәкіртім қазір кенттік клубта жұмыс жасап жатыр, есімі Жанат. Одан кейінгі шәкірттерім студент, қазір оқып жатыр, Қызылордада Қазанғап колледжін оқып жатыр. Осы би саласын, хореограф саласын оқып жатыр. Енді сол жаңағы би үйірмесінде қанша жастан қабылдайды, неше жастан уже жаңағыдай куәлік береді, сол туралы айтсаңыз. Бірінші, екінші жылдары мен келген жылдары біз 6-7 класстардан қабылдайтын едік қой. Одан кейін балалар уже 11 жасқа сәйкес келіп қалады да, 4 жыл оқиды. Сосын ұбт-сына жаңағыдай сәйкес келіп қалғаны үшін біз оқушыларды неге кішкентайынан қабылдамасқа деп 6-7 жастан бастап қабылдаймыз. Сонда 4 жыл оқиды, 4-5 жыл оқиды да, бізден соңғы қоңырау өткізіп, куәлік беріп, қолдарына табыстаймыз. Жақсы, енді жаңа өзіңіздің жеке ашып жұмыс жасап тұрған Акма фитнес туралы айтсаңыз. Акма фитнес туралы айта өтсем, қазір біздің 8 жыл болды жұмыс жасап жатқанымызға. 8 жылда мен 1000-ның үстінде әйелдерді енді өздерін күтуге, жаңағыдай дұрыс тамақтануға, спортпен шұғылдануға, біздің Қазалыда жалпы фитнес дегеннің не екеніне үйреттім деп ойлаймын. 1000-ның үстінде әйелдер қауымы қатысты маған. Оның ішінде үлкені де бар, жасы да бар, кәрісі де бар, оқушылар да бар, толығып кеткен деген сияқты. Үлкен апалар болады. Фитнестің ішін аша өтетін болсақ, ол тек қана фитнес десе көбінесе похудение деп ойлайды да. Негізінде ол олай ойламау керек. Ең біріншіден денсаулықтың өзіме денсаулық керек деген сияқты мағынада, салауатты өмір салтын ұстану үшін сондай мағынада түсіну керек біріншіден. Сосын дұрыс тамақтану. Екеуі қатар жүреді. Енді оның ішінде атап өтетін болсақ, үлкен апалар қатысты маған. Грижаға қатысты. Аяқта тізелерінен жаңағыдай жүре алмай, артық салмақтан тізеге түседі ғой күш. Сол тізеге қатысты, бірақ қатысып жатыр шүкір результатқа. Өйткені неге фитнеске келеді? Қозғалыс жоқ қазіргі таңда. Барлығы отырады, машинамен барады, сосын жауырын құрысып қалады деген сияқты. Менде жаттығулар болады, көбінесе билер болады. Арнайы программалар бар ма сонда? Мысалы, мына жерге ауырғанға оған мынандай жаттығулар жасау керек. Көбінесе менің жаттығуларымды кейбіреулері қиын сынады, кейбіреулері жаңағыдай рахат, жаңағыдай ұнайды. Ол ұнататын адамдардың сол жаңағы ауыратын жеріне ол жағады. Грижа көбінесе сол көп кездесетін нәрсе. Грижа, сосын жаңағыдай сол тізе, жаңағыдай омыртқа, жауырын құрысу деген сияқтыларға. Оларға міндетті түрде жаттығу беріледі. Апайлардан көбінесе алғыс естіп жатам. Аяғымның сырқырауы қойды деген сияқты, белімнің сырқырауы қойды деген сияқты нәрселерді көп естіп жатамын. Және де келген кезде мен ең біріншіден айтам, просто уақытша ғана салмақ тастаймын деп келмеңіздер. Біріншіден тек қана денсаулықты жөндеймін десеңіз, сізде салмақ өзімен өзі түседі деген сияқты. Мен келген кезде әйел адамдардан сұрап аламын. Қай жерге келдіңіз, неге келдіңіз деген сияқты. Барлығын как положено сұрап, кейбіреулері бүйректен давление болады,
кейбіреулері кесарьба болады, 6 ай 7 айда келіп тұратындар болады. Соның барлығын сұрап, жаңағыдай женский жақта операция болған жоқ па деген сияқтылардың барлығын әркімге жеке индивидуально өзінің денсаулығына қарай. Келген кезде ең бірінші клиенттен мен солай сұрап аламын. Қалғанын сосын түсіндірем. Осындай күніне мынандай су ішесіз, мынандай тамақтар жейсіз, майлы тамақтарды жемейсіз, газировкаларды ішпейсіз, газды суларды, сосын қара нан жейсіз деген сияқты нәрселердің барлығын орын-орнына қойып айтып беремін. Енді қазіргі таңда мен жаңағыдай зумба, восток, табата деген билерді қостым. Ол өте калория жигайт етеді и салмақ тез тастауға өте әсері күшті. Востокты қосқан себебім қазіргі таңда әйелдер нәзіктік жоқ болып кетті әйел адамдарда. Барлық күш салмақтың барлығын әйел адам өзінің мойнына асып алады, ер адамның алдына түсіп. Сол үшін әйел адамдарда нәзіктік жетіспегеннен кейін мен восток биін қостым. Восток биі өте денені босатып, жаңағыдай қанның айналымдары, мысалға адамның денесінде жауырын құрысып қалса, соның арасында тамыр қысылып қалады. Сол тамырға қан бармай қалады да, давление пайда болады содан. Мысалы, көп адамдар менде давление бар дейтін содан да. Сол үшін восток биі өте давлениеге, жаңағы қан айналымға өте күшті әсер етеді. Зумба биін алатын болсақ, зумба биі жаттығу араласқан общий зумба деп айтылады, бірақ оның ішінде билеп тұрғанымен сен жаттығу жасап тұрып билейсің. Ол дененің, созылған дененің жинайды, тарылтады денені. Табатада тоже сол жаңағыдай жаттығуларға жасалған билер кіреді ішіне. Сол әйел адамдарға айтатыным, сол бірден ең бірінші айтамын, өз-өздеріңізді құрметтеңіздер, өздеріңізді біріншіден жақсы көріп келсеңіздер, өздеріңізді сыйласаңыздар, сіздерді біреу сыйлайды. Өздеріңізді құрметтеп, өздеріңізді жақсы көрсеңіздер, сізді біреу құрметтейді. Тек қана сол өздеріңізді жақсы көріп жұмыс істеңіздер, сол кезде ғана сізде результат шығады. Артық салмақтай кетеді, ауыратын жеріңіздің барлығы кетеді деп мен келген кезде әйел адамдарға солай мотивация да беремін. Жалпы сіздің фитнес-клубқа негізі тек қана салмақ тастау үшін ғана бара ма, әлде салмақ қосу үшін де баратын қыздар бола ма? Мысалы, өте арық, олар салмақ қосқысы келеді, бірақ мучнойды да жейді, тәттіні де жейді, бірақ салмақ қоса алмайды. Тұрақты түрде жаттығуын да жасайды, бірақ салмақ қоса алмайды. Сондайларға не айтасыз? Маған тек қана салмақ тастау үшін ғана емес, денсаулық үшін де келетіндер бар, және де салмақ қосқым келеді маған дейтін қыздар да болды, ондай келіншектер де болды деген сияқты. Жалпы ол тұқымға да қарайды, кейбіреулерінде қатты азып кетеді, бала туып, болмаса жас қыздар болса да жаңағыдай салмақ қосқым келеді дейтіндер келеді. Мен ол кезде оларға айтар едім, жаңағыдай оларда тамыр болады, клеткалар болады да, жаңағыдай қанша тамақ жесе де жаңа салмақ қоспайтын, толықпайтын келіншектер болады ғой, соларда тамыр қысылып қалады. Сол үшін келген кезде мен дұрыс бағдар беріп, осындай жерге осылай жұмыс істейсің, осындай жерге былай жұмыс істейсің деген сияқты мен айтып көрсетемін. Соларды жасап жұмыс істесе, жаңағы қысылып қалған клеткалар болады ғой, қан тамырлары деген сияқты, солар ашылады. Сол кезде барып оларға ол әсер етеді, жеп жатқан тамағы, жаңағыдай ішіп жатқан суы деген сияқты, сол кезде барып әсер етеді ол. Оған қандай жаттығулар және қандай тағамдар қолданған дұрыс? Мысалы, немесе массаждың түрі керек па, оған жаңа тамырды реттеу керек деп жатсыз? Жоқ, негізінде ол осы биден де жаттығумен ол тамырлар ашылады негізінде. Маған келген сондай бір неше клиент болды, өзінің салмағы 49 болса, 53-ке дейін, 54-ке дейін
салмақ қосып мышцаларын жинап деген сияқты. Кейбіреулер маған груд керек, болмаса маған попа керек, жамбас керек дейді ғой, мен көйлек киген кезде осылай тұру керек деген сияқты. Жамбас керек дейтін қыз келіншектерге приседанияны дұрыс жасауын үйретемін, дұрыс жасауын көрсетемін. Сол бағыт бойынша олар дұрыс жасаса, вот оған сол әсер етеді. Көбінесе жаттығуды биді жаңа дұрыс қолданбайтындар болады ғой. Сол кезде ол әсер етпейді. Қанша сен қимылдай бер, қанша жасай бер, ол әсер етпейтіндер болады. Сол үшін дұрыс бағыт бағдар берсең ғана, дұрыс жасаса, вот сол жеріне ғана әсер етеді. Сосын барып оның жаңағыдай клеткалары ашылып, салмақ қосу деген сияқты болады. Ол гормондарға ешқандай әсер етпейді негізі, иә? Оны гормонға ондай қатты әсер етпейді. Негізінде сол жаңағы айтылған нәрселердің барлығын дұрыс жасаса, адамның бетінде де кейбіреуінде солыңқы болады ғой. Су ішіп, жаттығу жасап, биін билесе, адамның беті свежийланады. Сол сияқты ол нәрсе жаңағыдай зиян болады деп ойламаймын. Жалпы шабытты қайдан немесе кімнен аласыз? Өте орынды сұрақ. Мен шабытты жалпы көбінесе ютубтан мен көп ізденемін. Көп қараймын, орыстардың шығармашылықтарын қараймын. Қай салам болса да, менікі енді бір бағыт болғаннан кейін, би жанры болсын, жаңағыдай спорт жанры болсын, барлығынан да мен ізденіс үстінде жүремін. Көбінесе мен шетелдік және орыс азаматтарынан көбінесе ізденіс үстінде солардың енді қайталамаймын, но бірақ шабыт аламын солардың жұмыстарын. Өйткені олар таза әрі сапаға жұмыс жасайды. Ал қазіргі таңда көбінесе рекламаға жұмыс жасап кетіп жатқандар да бар. Сол үшін мен олай рекламаға жұмыс жасағым келмейді. Өйткені ол әйел адамдар және де оқушылар болсын, қай жағынан болса да, сені сыйлап, саған уақытын бөліп келіп тұрғаннан кейін, сен сапаға жұмыс істеу керексің деп ойлаймын да. Мен өзіме сондай ұстаным бар. Сеніп келгеннен кейін соны ақтауға тырысамын. Және де бір кейде болады ғой, бір энергияң жетпей кететін кездер болады. Қай жағынан болса да, қозғалыс жағынан болса да, және моральный миыңда бір шаршап, бір-біріне келмей қалатын кездер болады. Сол кезде мен барынша сырт жаққа шығып келген тәуір көремін. Табиғат аясы бар деген сияқты, басқа елге шығып деген сияқты, мен басқа елге шығып көбінесе шабыт алып келемін. Энергиямда демалады, миымда демалады. Сол кезде ойланасың, идея туындайды. Басқа жақта неге осындай нәрсені қазақстандықта, біздің қазалда неге істемеске деген сияқты шабыт келеді. Мен жалпы фитнесте әйелдер қауымына былай талап қоямын. И бір жағынан оларға мотивация болады, и бір жағынан қызығушылықтары артады, және де сол результатқа жұмыс жасайды. Сол кезде мен оларға былай айтамын, осындай уақытта, мысалға бізде жаңа жылда және 8 мартта біздің үлкен фитнесіміздің отырысы болады. Сол отырыста тек қана әйел адам, қыздар ғана қазір таңда мисс болу міндет емес қой. Әр адам бақытты болуға лайықты. Сол үшін мен оларға былай айтамын. Сол жаңа жылда отырысымызда, 8 марттың отырысында біздің ең көп результатқа шыққан, ең көп салмақ тастаған, ең объемды көп тастаған келіншек болсын, қыз болсын, мен соған Акма фитнестің миссі қанша емі солай ынталандырып, сондай ұсыныс тастаймын. Корона кигізіп, лента тағып, үлкен бағалы сыйлықтар беріп деген сияқты, ол өзімнің атымнан болады. Сол кезде әйел адам болсын, қандай болсын, қыздар болсын, сол жетістікке жетем деп талпынады, ынталанады. Жалпы тұлғалық даму дегенді қалай түсінесіз? Оған нелер жатады? Тұлғалық дамуға келетін болсақ, әрқашанда адам өзі жеке тұлға болып қалу керек қой. Қандай сала болсын, қандай мамандық болсын, сол
таңдаған мамандығын дамытып сол ізденіс үстінде жүру керек. Мен өзім әрқашанда тоқтап қалғанды құптамаймын. Өзім әрқашанда ізденіс үстіндемін. Адамның ойына Аллах тағала қолынан келетін болғаннан кейін істі ойды береді дейді ғой. Менің ойыма көбінесе сол өзімнің мамандығыма қарай идеялар, туындылар көп келеді. Соны мен дамытқым келеді ары қарай. Ізденіс үстінде жүремін, ізденемін, білмей жатсам сұраймын. Барлығын іздене келе сол оқушыларға да болсын, үлкен әйелдер қауымына болсын, мен соларды ұсынамын. И және өзім тәжірибені бірінші өзімнен көрем, сосын барып ұсынамын әйелдер қауымына. Енді алдағы 5 жылда қандай жоспарларыңыз бар? Алдағы 5 жылда үлкен жетістіктерге жету бірінші мақсатым. Және де осы женский клубымызды дамыту. Бұдан да үлкендер, бұдан да басқа да идеялар қосу, басқа жағынан қырынан көрсету, ішін кеңейту деген сияқты ойлар, туындылар бар. Енді жалпы Инстаграмды жүргізесіз, соған қаншалықты тұрақты контенттер саласыз, қаншалықты маңызды? Қазіргі таңда барлық нәрсе сол Инстаграм арқылы ғой. Инстаграмға өте көңіл көп бөлу керек деп ойлаймын. Өйткені сенің жұмысыңды көрсететін сол Инстаграм. Контентті де бірінші очередь түсіріп тұру керек. Және өзіңде историяға сөйлеп тұруың керек. Сенің жұмыс барысыңды көрсету керек. Не болып жатыр, не қойып жатыр деген сияқты. Просто так видеолар салып, просто өзің сөйлей бергеннен жалпы өзіңнің күнделікті процесті көрсету керек. Сол кезде халық сенімділігі өте көп пайда болады, қызығушылығы болады. Және де Инстаграмды да қызықтырып тұру керек. Сенің оқырмандарың болады ода. Сені өздері қатыса алмаса да, өздері жаңағыдай аяқтары жетпесе де, сенің Инстаграмыңнан шабыт алып, Инстаграмнан сұрақ қойып, маған осындай істесем бола ма, осындай жесем бола ма деген сияқты онлайнда менен сабақ алып, жаңағыдай болып жатқан жағдайлар бар. Кеңес алып тұратындар да бар, иә. Онлайнда мен оларға кеңес беремін. Жалпы сізге келген тұтынушылардың арасында нәтиже көрмеген жағдайда бір сізге немесе өзінің әрекетінің аз болғанына байланысты наразылығын білдіріп кететін жағдай болды ма? Иә, өте орынды сұрақ. Ондай жағдай болды. Бұндай жағдай қандай сала болса да, ол орын алатын жағдаят деп ойлаймын. Неге ең бірінші адам өзінен көрмес бұрын мен сол жерге бардым, болды, менен результат шығу керек деген сияқты оймен келеді. Ол ойлары дұрыс емес. Жалпы адам ешкімнен көрмеу керек. Қандай жағдай болса да, ол бірінші очередь өзінен көру керек. Неге менде сондай қате кетті, неге менде ондай болмайды деген сияқты адам өзімен бірінші сырласу керек. Өзінен бірінші жаңағыдай сұрақты өзінен алу керек. Неге ондай клиенттер болды? Өзінің аузынан естімесек те, әйтеуір естіп қалып жатқан жағдайлар болды. Отзывтардан болсын, жаңағыдай қасына келген жаңағыдай подружкасы болады деген сияқты, таныс тамырлары болады деген сияқты, соларға айтып, менен осындай қатысып едім, осындай болған жоқ деген сияқты нәрсе. Олар неге айтады? Мен талап еткен нәрсені олар қиынсынады. Олардың ойында ар жағына тереңіне бармай, уақытша тек келдім, азуым керек деген сияқты ой болады да, сол үшін менің ойыммен, менің іс-әрекетіме олар сәйкес келмей қалады. Сосын олардан результат шықпай қалады. Мен талап қойған нәрселерді олар орындамай келеді. Мен мысалға жеме деген нәрсемді жеп қояды, но бірақ мен жеген жоқпын дейді да. Біріншіден ол өзін алдап тұр, екіншіден мен алдап тұр да. Ол өзіне жұмыс істеу керек. Жесе жедім деп айту керек. Мен жесе, онда мынандай қылыңыз, болмаса мынандай етіңіз, жеп қойдыңыз ба, онда орнына мынандай жеңіз деген сияқты мен айтар едім.
негізі айтып та жүрмін ондай жағдайларды. Сол үшін олар өзімен бірінші очередь өзінен сұрақ алмағаннан кейін біреуді кінәлайды. Олар келгенде ана әдемі картинаны көріп, отзывтарды көріп, мен бардым, ақшасын төледім, менде бірден результат көрсетіп беру керек деген оймен келеді. Ары қарайғы ол тек бірінші алғашқы шақ қана. Ары қарай нәтиженің барлығы өзіне байланысты. Екі тараптан болу керек. Тек сіз ана жол көрсетіп, бағыт берушімін ғой. Негізінде салмақ тастау өте қиын. Салмақ қосып алу өте оңай. Сол үшін салмақ тастаған кезде оның қиыншылығы да болады. Негізі үлкен салмақтағы әйел адамдар, қыздар болсын, тез тастайды салмақты. Ал мынау 70 пен 60-тың үстіндегілер жай түседі. Сол әркімнің организміне байланысты. Кейбіреулер стресстен толығып кетеді, кейбіреулер жаңағыдай неше түрлі жағдайлар болады ғой, енді сондайдан толығып кететіндер болады. Сол кезде қиындауға соғады. Сол кезде адам ең біріншінде миымен жұмыс істеу керек. Мен азам деп жаңағыдай ненің барлығын соған жіберсе, ол адам азат. Ол адам тамақ жесе де психологиясын дайындау керек, сосын өзіне шынайы болып, дисциплинаны ұстану керек. Сондай жағдай болса, ол жалпы кім болса да результат шығады ол адамның. Сол үшін менің талабымды кейбіреулері қиынсынады да, сосын өздерінен көрмейді, өздерін мойындағысы келмейді, сосын сондай әңгіме айтады. Мен результат көрген жоқпын, қатысып едім, результат көрген жоқпын деген сияқты. Бірақ мен жалпы олар айтты екен деп мен сағым сынбайды. Жалпы айтылады қояды, бірақ результат көріп, жаңағыдай бірінші очередь менің денсаулығым керек, мен қартайғым келмейді, алдағы уақытта үлкейген кезімде барып мен күрескім келмейді деп ертерек қимылдап жатқан жастар да бар. Жаңағыдай бала туғаннан кейін әйел адамның гормондары өзгереді ғой, неше түрлі. Соны ретке келтіріп жатқандар да бар. Ал 5 бала, 4 бала туып барып келгендер де бар, үлкендеу. Олар уже кеш қимылдап қалады. Бірақ енді қай уақытта, қай жаста қимылдаса да бастау керек. Барынша көмектесуге тырысамын, қолымнан келгенше. Әйтеуір мен өзім де ізденіс үстіндемін. Сол үшін өзім барынша соларға айтып жеткіземін, көрсетемін деген сияқты. Енді жалпы өзіңіздің жаңа кәсібіңізді толық таныстырып өтсеңіз, адресі қандай, инстаграмы қандай деген сияқты. Қазіргі таңда бізде зумба, восток, табата деген сияқты билер болады. 1 сағат уақыт. 1 сағаттан ары кетсе де әйел адам шаршайды, калориясы да көп шығып кетеді деген сияқты. Сол 1 сағат негізі норма. Қазіргі таңда бұрын мен жаттығуды өте көп қосатынмын, бірақ әйел адамдардың көбісі қиынсынғаннан кейін қазір мен барынша жеңілдетіп, қызығушылықтарын арттырып, қазір тек қана би қылып қойдым. 1 сағат болады. 1 сағат билейді, билегеннен кейін дене босайды. Босағаннан кейін де тоже денені жинау үшін кішкене бір 10-15 минуттық жаттығу қосып жіберемін. Сонымен 1 сағат жаттығуымыз, биіміз бітеді 1 сағаттың ішінде. Кешкі сағат 7:30-да болады, 8:30-ға дейін. Қазіргі таңда біздің адресіміз Пірімов 7А. Сол жерден таба аласыздар. Және аккаунтымыз Акма Fit Dance қазалы. Аккаунттан сұрақтарыңыз болса, қатысқыларыңыз келсе, сол жерден бізді таба аласыздар. Енді соңғы сұрақ, бізде жалпы осы каналға бір ұсынысыңыз, болмаса пікіріңіз бар ма? Осы каналға мен үлкен рахметімді айтқым келеді. Біріншіден, осылай біздің қазалымыздың жастарын болсын, кәсіпкерлерін болсын, қандай үлкен кәсіпкерлер болсын, жас кәсіпкерлер болсын, осылайнан өздерінің ішіндегі болады ғой, бір айтқым келеді халыққа. Барлығы да халықпен жұмыс істеп жүргеннен кейін осылай ішіндегілерін сұрап, осылай каналға жеткізіп жатқандарыңызға үлкен рахметімді айтамын. Өте қуаныштымын, осылай дами беріңіздер. Бұдан да үлкен проекттер түсіріп, үлкен кәсіпкерлермен жұмыс істеулеріңізге тілектеспін. Рахмет.
біздің каналға қонақ болғаныңызға көп рахмет. Кәсібіңізге, жұмысыңызға табыс, береке тілейміз. Осымен біздің 15-ші шығарылымымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыз.